Кешегі сендердің коммерсанттарың ғой. Иә. Онда алған ақшасын қайтарып берсін. Ақшаларында бір айдан ішінде қайтарамыз. Жақсы. Бірақ бір айдан кейін 20 мың емес, 40 мың доллар бересің. Неге 40 мың? Қанша қарыз сол ақшаны ғана береміз. Егер алған ақшаны бір күннің ішінде бермесеңдер, бір айдан кейін процентімен 2 есе қып қайрасыңдар. Кімсің сен сонша? Бізден ақшаны процентімен алады. 40 мың доллар бересіңдер. Да пошел ты. Осылай бітті деп ойламаңдар. Біз бұны бұлай қалдырмаймыз. Әлі кездесеміз.